Тахаджуд намазы. Ханафи мазхабы бойынша тахаджуд намазының асы 2 ракағат, көбі 8 ракағат етіп оқылады. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын 11 ракат етіп оқыған айтылған. Яғни оның 8 ракаты тахаджуд, 3 ракаты үтір уәжіп намазы. Тахаджуд намазының уақытын сәжде қосымшасынан көрсеңіздер болады. Тахаджуд намазы жайлы видеоның соңында айтатын боламыз. Ескерту. Әйелдер 5 уақыт намаздың барлығын жасырын оқиды. Уақыт кірісімен дәрет алынып, дайындық жасалады. Жүзді құбылаға қаратып, тахаджуд намазының 2 ракат нәпіл намазын оқуға ниет етіледі. Ниет. Тахаджуд намазының 2 ракат нәпіл намазын оқуға ниет еттім. Жүрекпен ниет ету парыз, тілмен ниет ету мұстахаб. Такбір. 2 алақанын құбылаға қаратып, саусақ ұштарын иықтарына туралап, Аллаху акбар, Алла ең ұлы деп тәкбір айтады. Және қиямға тұрады. Қиям. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Субханакаллахумма ва бихамдик, ва табарака смук, ва та'аля джаддук, ва ла илаха гайрук. А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики йаумиддин. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر деп рүкүхке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қояды. Арқасы мен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рүкүх кезінде Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим, Самиаллаху лиман хамидах деп рүкүхтан тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана валакал хамд. Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханаллах сөзі айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Бұдан соң Аллаху акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла деп 3 мәрте тәсбих айтады. 2-ші сәждеден кейін Аллаху акбар деп алдымен басын көтеріп, сонан соң қолымен тізесін таянып қиямға тұрады. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда кезегімен төмендегілерді оқиды. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики йаумиддин. Ияка на'буду ва ияка наста'ин.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر деп рүкүхке барады. Рүкүх кезінде سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده деп рүкүхтан тұрады. Тұрғаннан кейін ربنا ولك الحمد деп сәждеге барады. Сәждеде سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң الله أكبر деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Бұдан соң الله أكبر деп екінші мәрте сәждеге барады. Сәждеде سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң الله أكبر деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда кезегімен төмендегілерді оқиды. Әт-тахият التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Дұғаларын оқып болған соң Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп алдымен оң жақ иығына, сонан соң дәл осылайша сол жағына сәлем беріп дұға жасайды. Намаздан кейін дұға жасау. Екі иығына сәлем бергеннен кейін екі алақанын жайып, төмендегі дұғаны оқып бет сипайды да намазын тамамдайды. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Муазға әр намаздың соңында оқы деп өсиет еткен дұғасы. اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك Тахаджуд намазынан соң пайғамбарымыздан оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мұна дұға оқылғаны риуаят етілген. Мағынасы: Уа жаратқан, барлық мақтау саған тән. Сен көк пен жердің және ондағы барлық нәрсенің Раббысысың. Барлық мақтау саған тән. Сен көк пен жердің және ондағы барлық нәрсенің иесісің. Барлық мақтау саған тән. Сен көк пен жердің және ондағы барлық нәрсенің нұрысың. Сен хақсың, сенің сөзің хақ, сенің уәдең хақ, жәннат хақ, тозақ хақ, пайғамбарлар хақ, Мұхаммед хақ. Уа жаратқан, сен үшін мұсылман болдым, саған иман келтірдім, саған тәуекел еттім, саған тәубе еттім, сенің дұшпаныңды дұшпан білдім, барлық ісімді өзіңе тапсырдым. Менің бұрын және кейін істеген, жасырын және ашық күнәларымды кешіре көр. Сен менің құдайымсың. Сенен басқа құдай жоқ. Бізге күш-қуат беруші тек Алла ғана. Тахаджуд намазының уақыты құптан намазынан кейін басталып, таң намазының уақытына дейін жалғасын табады.
Дегенмен, әрбір амалдың орындалуында абзал уақытының болғанындай, тахаджуд намазының түннің 3-ші бөлігінде ұйқыдан оянып оқылғаны абзал. Осы уақытта дұға тілектеріміз бен тәубелеріміз қабыл болатындығы жайында хадистерде ашық баяндалған. Өйткені, пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, түннің алғашқы уақытында ұйықтап, соңғы бөлігінде тұрып тахаджуд намазын оқитын. Сосын азаншы таң намазына азан шақырғанға дейін қайта жататын. Ханафи мазхабында егер түнді 3 бөлікке бөлсек, соның 1-ші бөлігі мен 3-ші бөлігінде ұйықтап, 2-ші бөлігінде тұрып намаз оқудың абзал екендігі алға тартады. Ендеше ағайын, мол сауапқа кенелгіңіз келсе, тақуалардың қатарында табылуды қаласаңыз, ұйқымызды бөліп, тахаджуд намазын оқыңыз. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, парыз намаздардан соң ең абзал намаз түнгі намаз деген. Құлшылықтарыңыз қабыл болсын. Каналдың дамуына үлес қосамын, сауапты амал жасаймын десеңіз, жай ғана каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз.